Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сауат ашу пәнінен өтетін тақырыбымыз ас адамның арқауы және де дыбыстар мен әріптер. Адамға қандай тағамдар пайдалы? Сол жөнде көптеген мағлұматтар білетін боламыз. Олай болса балалар, мына бейне жазбаға назар аударыңыздар. Ас адамның арқауы. Адам денсаулығы үшін дұрыс тамақтанудың маңызы зор. Тамақтану арқылы адам ағзаға қажетті заттарды алады. Адам ағзасына құнарлы астың тигізер шамасы мол. Жүйелі тамақтанбау адам денсаулығына үлкен зиян тигізетінін сала мамандары да жиі айтып тұрады. Құрамында майлар мен көмірсулар бар тағамдар адам ағзасына қуат береді және адам ағзасына нәруыз бен майлардың дұрыс алмасуына қажет. Олай болса балалар, оқулығымызға назар аударайық. Әли, менің таңғы асты ішкім келмейді, ботқаны тіпті жегім келмейді. Оның орнына тәтті тоқашпен, кәмпитпен шай ішкенді ұнатамын. Мерей, таңғы асты ішпеу дұрыс емес. Мен таңертең анам дайындаған ботқаны үнемі жеймін. Әртүрлі шырын ішуді ұнатамын. Анам маған сабақты жақсы оқу үшін дұрыс тамақтану керектігін айтады. Меніңше, дұрыс тамақтану деген қалаған тағамды тойып жеу деп ойлаймын. Ал сендер қалай ойлайсыңдар, балалар? Балалар, Әлидің сөзі дұрыс па? Мерейдің сөзі дұрыс па? Әрине, бұл жерде Әлидің сөзі дұрыс. Адам дұрыс тамақтану арқылы денсаулығына пайда тигізеді. Денсаулық бірінші байлық деп ата-бабаларымыз айтып өткен. Олай болса балалар, келесі бірінші жаттығудағы мәтінді өз беттеріңше оқып шығыңыздар. Оқушылар, мәтін кейіпкерлері дұрыс тамақтанды ма? Қалай ойлайсыңдар? Тамақтан адам денсаулығына зиян келе ме? Тамақ, сусын, кәмпит сөздерінде неше дыбыс, неше әріп бар? Балалар, сөз айтылады және жазылады. Сондықтан дыбыстар белгілі таңбамен белгіленеді. Әр дыбысқа берілген таңба әріп деп аталады. Бірақ дыбыс пен әріп екеуінің бір-бірінен айырмашылығы бар екенін есте ұстау керек. Дыбысты айтамыз және естейміз, ал әріптерді жазамыз және көреміз. Олай болса, екінші жаттығудағы суретке қарап, олардың қандай дыбыс шығаратынын айтып көріңіздер. Балалар, келесі бейне жазбаға назар аударыңыздар. Дыбыс пен әріп. Тіліміздегі дыбыстар өкпедегі ауаның өкпе, көмей дауыс шымылдығы, ауыз, мұрын қуысы, тіл, таңдай, тіс, ерін арқылы шығуынан жасалады. Дыбыстың жасалуына оның ырғағы, күші, әуені әсер етеді. Адамның құлағы 1 секунд ішінде 16-дан 20 мыңға дейінгі дірілдің нәтижесінде пайда болған дыбысты қабылдап естиді. Айтылған дыбыстарды қағаз бетіне түсіріп оқу үшін оларды графикалық таңбалармен белгілейді. Сондықтан оларды әріптер деп атайды. Бірінен кейін бірі рет-ретімен орналасқан әріптердің жиынтығы алфавит деп аталады. Қазақ тілінде орыс графикасы арқылы белгіленген 42 әріп бар. Дыбысты естиміз және айтамыз, әріпті көреміз және жазамыз. Балалар, үйге тапсырма 4-ші жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құрап жаз, сол оқиғаға байланысты
өз пікіріңді айтып көр. Және де 5-ші жаттығудағы сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Олай болса үйге берілген тапсырманы әдемі қылып орындаймыз.